Қайырлы күн халқым, мен бүгін сүзбелі пирогын әзірлеймін. Ұнымызды салып аламыз. Разрыхлителімізді саламыз ұнның үстіне. Тоңазытқыштан маргаринімізді қосамыз. Үккішпен өргеміз осылай. Маргариніміз қатты болу керек, оңай өту үшін үккіштен. Осылай бәрін үккіштен өткізіп аламыз. Маргариніміз үккіштен өткізіп болдық, енді жақсылап тұрып, онымен араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Ана май кусок болып қап кетпеу керек. Онымен бірдей болып тұру керек маргариніміз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді қоспасына жұмыртқа, шекерімізді қосамыз. Ас қасық қаймағымызды дайындап аламыз. Енді осыларды жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай бір тегіс болып араласқанша жақсылап араластыра береміз. Енді қоспамызды ұн мен маргаринге қосамыз. Мына бізде осындай қамыр болды. Енді осыны бір келкі қып, қолға жабыспайтындай етіп араластыра береміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді бұны тапамызға саламыз. Тапаның үстіне пергамент қағазын төсейміз. Сосын қамырымызды саламыз. Осы қамырымызды тапаның көлемінде етіп, барынша жайып саламыз. Осылай жайып саламыз. Сосын ғана тапаның шетіне қайырып қоямыз. Қазір бұның бетіне біз творогымызды саламыз. Қантымызды қосамыз. Қаймағымызды саламыз. Енді жұмыртқамызды саламыз. Енді осыларымызды жақсылап тұрып араластырып, блендермен езіп аламыз. Біздің қоспамыз дайын. Енді жаңа қамырымыздың бетіне сүзбе қоспасын әдемілеп тұрып саламыз. Бір тегіс қып жайып саламыз. Бізде үстіп салдық бір тегіс қып. Енді үстіне малина болмаса, басқа жидектер болса да салып қойсаңыздар болады осылай. Енді бұны духовқа салып пісіріп аламыз 20 минут. Біздің пирогымыз дайын болды. Енді қант ұнтағын себеміз. Қант ұнтағын себу міндетті емес, сеппесеңіздер де болады. Біздің пирогымыз дайын. Ас болсын бәріңізге.